Hello everyone, how are you? The theme of our lesson, who does what? Today we speak about present perfect, how we use yet, just, and already. Okay, құрметті қатысушылар, бүгінгі біздің сабағымыз, яғни кім не істеп жатыр, не істеді. Енді біз бүгін осы шақтың тағы да бір түрін, қазіргі шақтың тағы бір түрін айтамыз, яғни present perfect туралы. Енді сіздер оны мүмкін естіген боларсыздар, білетін боларсыздар, бірақ та біз оның яғни түріне қазір айтып кетейік, тоқталып кетейік. Мінекей present perfect. Ағылшын тілінде present perfect дегеніміз не? Present perfect дегеніміз қазіргі шақтың бір түрін айтады, бір түрі. Бұл шақ екі жағдайда қолданылады, көбінесе ағылшын тілінде. Ол бірінші жақ қазіргі уақытқа дейін аяқталған іс-әрекеттерді айтамыз, мысалы, қазіргі уақытқа дейін, бүгінге дейін аяқталған, I have played. Қазір мен оның формасына келемін. Мен, яғни, футбол ойнадым. Яғни қашан ойнадым, қалай ойнадым, қайда ойнадым, ол ешкімге қызық емес. Яғни менің футбол ойнағаным қазіргі результат, сол. Ал екіншісі, мен қасына бір деп қойын, ол енді кішкене қазақша түсіндіру қиындау болады, бірақ қазір айтуға тырысамын. Ол қазіргі уақыт аралығында қамтылған. Мысалы, мен осы апта әлі біткен жоқ, бүгін осы аптаның бейсенбісі дейікші, бейсенбісі. Ал мен осы апта қамтылған және осы аптаның ішінде аяқталған оқиғаларды айтамын, мысалы, біз дейікші, мысалы, we have finished мысалы, reading какой-то бір поэманы дейікші, poem. Осы аптада, мен айтып отырмын, яғни осы аптада, яғни бір қандай да бір поэманы оқып шықтым. Бірақ та қашан оқыдым, осы апта бітті ма, вроде бы әлі біткен жоқ, осы аптада. Мен айттым, басында бізде бұл апта дегеніміз, мен бейсенбі күні айтып отырмын, мен осы аптада оқып бітірдім. Сенбі, мүмкін сейсенбі, сәрсенбі, бірақ осы апта аяқталған жоқ. Сол кезде біз осындай, яғни осы шақтың осы бір түрін қолданамыз. Енді көбінесе біз бұны қолданамыз қандай кезде? Өткен шақпен байланыстырып айтатын кезде, енді қазақ тілінде, орыс тілінде біз өткен шақ, келер шақты көбінесе қолданамыз ғой. Ал ағылшын тілінде біз оны етістік арқылы айтамыз. Мысалы, уже деп сөздерді қоса бермейміз, қосамыз, бірақ та етістіктің өзгеруімен бірге қосамыз. Енді мен бұның формасын айтайын. Бірінші, плюс деген позитив, болымды сөйлемнің түрі. Болымды сөйлемді біз қалай қолданамыз? Мысалы, есімдіктер керек. I, you, we, and they. Осы кезде біз have-ті қолданамыз, have міндетті түрде. Және бізде, сіздерге айтып кетейін, етістігіміз. Егер ол дұрыс етістік болса, онда ол еді қосу арқылы жасаймыз. Мысалы, play деді, жаңағы біз айтып отқанымыз. Мысалы, ал егер ол бұрыс етістік болса, онда біз оның үшінші формасын қолданамыз. Қазір оған келеміз. Енді, he, she, it болатын болса ше, ондай кезде біз has-ді қолданамыз. Білесіздер ғой, үшінші жақта біз has-ді қолданатынымызды. Has-ді және оған етістіктің еді қосылу арқылы жасап отырмыз. Бұл бізде болымды түрі. Енді біз болымсыз түріне келеміз. Болымсыз түрі ол бізде not қосылу арқылы жасалынады. Міне, мысалы, I, you, we, they, have not. Have not. Ноттың қосылу арқылы және осыған етістік және едіні қосамыз. Қазір біз мысалдар келтіреміз. Енді үшінші жақты алайық. He, she, it, has not. Оған етістік
және едіні қосамыз, иә. Енді бізде үшінші түрі ол сөйлем сұраулы түрі бар. Ол жерде біздің мына біреу have дегеніміз қосымша етістігіміз have есімдікпен бірге орын ауыстырады. Мысалы have, I, you, we, they. Ары қарай етістік еді арқылы. Has, he, she, it, етістік және едіні қосу арқылы. Мінекей. Біз осы present perfect'тің, яғни бүйтіп қояйын, осындай формасын жаңа жасаймыз. Ой, бір минут. Кішкене созайын, иә, ашылып. Иә, мінекей. Болды. Яғни біз осы present perfect'тің осы формасын жасадық. Иә, бұны қолдануы. Енді present perfect'ті қазақша айтқан кезде бұл оқиғаның өзі ғана маңызға ие. Иә, мысалы, нам важен результат дейді ғой, результат. Ал оқиғаның болған жері қандай себептермен болғаны бізге қызықтырмайды. Мысалы, біз үшінші форманы қолдануда, мысалы, I have been to London дейікші, яғни мен Лондонда болдым деге, қашан болдым, не үшін ояқта болдым, міндетті емес бізге білу. Яғни біз результатын қайда айтып отырмыз, мен ол жерде уже болдым деген. Ал егер де біз уақыты, мысалы, айтылатын болса, жері точно айтылатын болса, өткен жылы кеше бір ай бұрын ба, онда ол бізде уже постоянно болып кетеді. Яғни өткен шақта қолданып кетеміз. Ол түсінікті, Енді біз осы біздің present perfect'пен көбінесе сөздерінің өзінің қосымша сөздері бар. Слова маркері деген бар. Ол бізде already. Енді қазақша уже дегеннен мағынасы жоғау. Енді yet деген бар. Still деген бар. Just деген бар. Never and ever деген бар. Осы сөздермен біз міндетті түрде, яғни present perfect'ті қолданамыз. Енді мен just деген айтайын. Just дегеніміз ол только что, қазір ғана, қазір ғана деген мағынаны білдіреді. Just көбінесе бізде, яғни has, сөздің басында, яғни қолдана береміз, қосымша етістіктермен қолдана береміз. Енді қараңыз. Мысалы, she has дейік, бұл не істеді дейік. Мысалы, she has, қазір ғана шығып кетті дейік, She has just go-дің үшінші түрі gone out. Go, went, gone, Go, went, gone. Gone out. Мінекей. Ол дәл қазір ғана шығып кетті. Міне. Ол, значит, бізде болады present perfect. Ал егер де мен былай айтатын болсам, мысалы, мен қазір ғана жаңалықты естідім десек, I have just, көрдіңіздер ма? Just have етістігінен кейін қолданылады көбінесе. Heard, яғни heard, бізде мен қазір, яғни бұл irregular, яғни бұрыс етістікпен жұмыс жасап отырмын. The news, мен қазір ғана, яғни жаңалықты естідім. Көрдіңіздер ғой, just'ты біз қосымша етістігінен қолданамыз, Енді қараңыздар. Сонымен қатар біз already деген сөз қолданамыз. Already дегеніміз уже, яғни орыс тілінде уже, яғни істеп болдым, істеп қойдым ба, яғни қазақ тіліне аударған кезде, яғни осындай бір аударма береді. Оны да біз сөздің басында, ортасында, басында емес, сөздің ортасында қолдана береміз. Мысалы, мен айтайыншы, мен тамақ істеп қойдым деп. I have already cooked dinner. Мен уже, яғни тамақ пісіріп қойдым. Болды. Енді біз бұны болымды сөйлемде қолданамыз. Енді бізде ет деген бар ғой. Ет дегеніміз бізде көбінесе болымсыз және сұраулы сөйлемде қолданылады. Бірақ біздің ет дегеніміз көбінесе сөздің аяғында қолданылады. Көбінесе. Енді бұл сұраулы сөйлемді қойықшы, мысалы. Have you, қандай сұрақ қосып жатыр? Have you cooked dinner? Cooked dinner? Have you cooked dinner yet? Енді біз сұраулы сөйлем болған кезде, яғни бұл біз уже деп аударылады. Яғни already'дің антонимі болады. То есть синонимі болады. Already'дің синонимі. Already тоже уже, и yet тоже уже болады.
Ал егер де біз болымсыз түрде айтатын болсақ, онда еще деп не қылады, мысалы аударылады. Ал кеттік, have, жоқ, болымсыз түрін айтамыз ғой. We have not, болымсыз түрінде, we haven't decided. We haven't decided. Қайқа баратынымызды білмейміз. Where to go on holiday. Ал, holiday, yet. Yet бізде сөздің соңында қолданылады, я, holiday yet. Және осы yetті сіздер ноттан не қолдансаңыздар. Yet. Сол кезде қараңыздар. Бұл бізде болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлемде уже деп айтамыз, еще деп аударылады. Яғни сұраулы сөйлемде бір мағына береді, ал болымсыз сөйлемде, яғни бір мағына береді. Осы сіздерге түсінікті болса, келесі біздің формамызға, яғни кірісейік, ал мен оны сақтап қояйын. Келесі біздің формамызға көшейік. Бүгін мінекей 7-ші сабақ, what video grammar. Мына видеоны мұқият қарайсыздар. Осы видеода сіздерге бүгінгі тақырыптың, яғни тағы да бір түсіндіру жолы берілген. Осы видеоны мұқият қарайсыздар. Оны қарап болғаннан кейін келесі тапсырмаға көшеміз. Мына қазір кішкене көрсетілсін. Біз just, yet, already-ді қалай қолданамыз, қай жерде қолданамыз деген сияқты. Яғни жолдарын үйренесіздер, білесіздер, практикалап етесіздер. Осыны істеп болғаннан кейін біз келесі тапсырмамызға көшейік. Біздің келесі тапсырмамыз listening. Listening'да тыңдайсыздар аудионы, 4-11-ді мұқият тыңдайсыздар, және мына жерде жетпей жатқан сөздерді жалғастырасыздар. Қандай сөз жетпей жатыр, қандай сөз қою керек екенін мұқият тыңдайсыздар, және осы сұрақтарға жауап бересіздер. Ол сұрақтарға жауапты осы видеода ответ берген жерге жазасыздар. Осыны жазып болғаннан кейін бізге отправить на проверку дегенді басасыздар. Оны жіберіп болғаннан кейін бізде келесі тапсырмамыз болады. Мінекей платформа бойынша reading. Ал reading тапсырмасында біз ашамыз оқылымды ашып болғаннан кейін міне мына жерде A, B, C, D, E, F деген, яғни 6 сөздер берілген. Осы 6-ауына 2 тексттің қайсына келеді, біреуін таңдайсыздар. Точно подходящий, тексті оқимыз, аударамыз, одан кейін подходящийін таңдаймыз. Яғни оның астына жазамыз, біріншісі мынандай, екіншісі мынандай деп. Оның темасы деймін, заголовогын таңдайсыздар. Оны таңдап біткеннен кейін біз келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмамыз writing. Ал кеттік. Now writing-та бізде плюс беріліп тұр. Яғни біз оны қалай қойымыз? Present perfect-те дұрыстап қоюымыз керек. Енді қараңыз, плюс деген кезде бұл болымды сөйлемге қоямыз. Мысалы, he has cleaned, бұл дұрыс етістік болғандықтан бұған едіні қосамыз. Ал егер by болса, бұл бізде бұрыс етістік қой. Яғни бұның үшінші формасын аламыз. By, bought, бұл да болымды түрде қоюымыз керек. Ал енді сұраулы сөйлем, болымсыз сөйлем болған кезде біз міндетті түрде оған has not, немесе have not дегендерді қолданасыздар. Яғни осы жерге жауаптарыңызды жазасыздар, жазып бізге жібересіздер. Кеттік. Енді келесі тест берілген, осы тестте, яғни дұрыс вариантын таңдайсыздар да, мұнда жазасыздар. Қайсысы дұрыс, қайсысы келеді, қайсысы более подходит. Және үшіншісі, біз жаңа айттық, болымды сөйлемде, болымсыз сөйлемде қайсы қолданады, just деген қай кезде already және yet. Оны еще видеодан көріп аласыздар. Оны көріп болғаннан кейін, мына жерде дұрыс вариантты таңдайсыздар. Болымды түрде біз мысалы yetті қолданбаймыз. Сол себептен мына жерде либо just немесе already екеуінің біреуі ғана келеді. Мұқият болыңыздар, мұқият аударсаңыздар, барлығы сіздерге түсінікті болады. Келесі тапсырмамыз біздің writing-ті жасадық па? Мені writing-ті қазір түсіндірдім. Вот, енді одан кейін 4-ші тапсырма бар.
бұл жерде біз дұрыс сөйлем құруымыз керек. Яғни сұраулы сөйлем болған кезде ол біздің қосымша етістігіміз have-тен басталады, және одан кейін есімдік қойылады. Сұрақ болған кезде біз всегда ever'ді қолданамыз, соның бәрін дұрыс формада қойып шығасыздар. Бесіншісінде, яғни already немесе yet деген екеуін қойып шығасыздар. Болымды түрде already, болымсызда yet деп, оны қойып шыққаннан кейін, алтыншы тапсырмамызда since немесе for дегенді қолданасыздар. С тех пор немесе до сих пор деген сияқты. Біз жаңа айтып кеттік, present perfect'ті, мысалы, мен кішкентай кезімнен бастап осында тұрамын деп айтатын болсам, онда біз present perfect қолданамыз. Кеттік. Яғни бұл бітті writing'ті бітіргеннен кейін, оны отправить на проверку деп басасыздар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмамыз бізде speaking. Бұл әлбеттегідей бізде картина шығады. Мына картинаның біреуін таңдайсыздар. Осы суреттің біреуін таңдап болғаннан кейін, мына сұрақтарға жауап бересіздер болды. Яғни сұрақтарға жауап бересіздер, неге сол картинаны таңдадыңыздар, бұлар не істеп жатыр, үй жұмысын істеп жатыр, қандай жұмыстар істеп жатыр деп все. Енді оны істеп болғаннан кейін кеттік. Келесі бізде үй тапсырмасы. Үй тапсырмасымыз қалай жасаймыз? Үй тапсырмасына тексті оқимыз, оқып болғаннан кейін true немесе false деп жауап береміз, астында. И ең соңында сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін бізде жазу. Мына жерде біз сөйлемді дұрыс формада қоюымыз керек. Оны дұрыс формада қойғаннан кейін біз грамматикамен жұмыс жасаймыз. Біз мысалы мына біреу carry, go, breathe дегендердің, яғни үшінші формасы қалай болады, соны қоюымыз керек. Егер де бұл бізде мысалы дұрыс етістік па, бұрыс етістік па, яғни өздеріңіз үшінші формада қойып шығасыздар. Ары қарай мына асты сызылған яғни сөздерді сіздер дұрысын астын сызасыздар да, шетіне жаңағы жазасыздар. Жақсы ма? Екінші тапсырманың астында көрсетемін. Үшінші тапсырмада жақшаны ашып present perfect'ке қойып шығасыздар. Төртінші тапсырмада дұрыс вариантын таңдайсыздар, been бола ма, gone бола ма. Бесінші тапсырмада, яғни мұнда өздеріңіз сөйлем құрайсыздар, for немесе since'ті қолдану арқылы. Listening'та мынау көк ссылканы басасыздар, және мына астындағы сұрақтарға жауап бересіздер. Осы сұрақтардың бәріне жауап беріп болғаннан кейін, ең астында отправить на проверку деген шығады. Құрметті қатысушылар, егер бізге сұрақтарыңыз болса, платформаға жазыңыздар. Біз жіберіп отқан ссылка арқылы біздің сабақтарымызға кіріңіздер. Ол жерде біз өзіміздің сөйлемімізді, яғни көп практикалар етесіздер. Және де сіздерге үй тапсырмасына сәттілік, сұрақтарыңыз болса, чатқа жаза қойыңыздар бізге, платформа бойынша, грамматика бойынша, не болса да. Ал енді сау болыңыздар, сабағымызды аяқтайық,